Саламатсыңдар ма балалар? 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәні 58-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы зиянды әдеттен сақтан. Бүгінгі сабақта сендер тірек сөздерді пайдаланып ойларыңды жеткізесіңдер. Ертегінің түрін анықтайсыңдар. Бірінші тапсырма. Зиянды әдеттер туралы ойды толықтырып айт. Тырнағыңды тістеме. Көзіңді қолыңмен уқалама. Есінегенде аузыңды қолыңмен жап. Саусағыңды аузыңа салма. Мұрныңды шұқыма. Балалар, бұл әдеттер неліктен зиянды? Бұл әдеттер денсаулығымызға өте зиянды. Бұндай әдеттерден аулақ болуымыз керек. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз осы зиянды әдет туралы болмақ. Әсел Әділбекованың зиянды әдеттің әлегі атты ертегісімен танысатын боламыз. Ертеде бір патшаның жалғыз қызы болыпты. Кішкене ханшайым өте сұлу, ақылды, инабатты екен. Бірақ оның тырнағын кеміретін жаман әдеті бар екен. Қанша ескерту жасағанымен ол оғаш дағдысын қоя алмапты. Бір күні қызының ұнамсыз қылығын патша тағы байқайды. Қыз баланың тырнағын кеміруі ең жаман әдет. Бүйте берсең, тышқанға айналып кетуің мүмкін, дейді. Бірде сарайда ханшайым қуыршақтарымен ойнап отырады. Кенет жаман дағдысы есіне түсіп, тырнағын кеміре бастайды. Сәлден соң ол төңірегіндегі заттардың жылдам үлкейіп бара жатқанын байқайды. Жүгіріп айнаның алдына барады. Өзінің сұр тышқанға айналып кеткенін көреді. Айқайлап қызметшілерді шақырады. Бірақ аузынан шиқылдаған дыбыс қана шығады. Бұл дыбысты естіген ала мысық айбарлана атылады. Қыз қаша жөнеледі. Ала мысық артынан қалмайды. Қыз бір үйдің түбіндегі тесікті көріп, соған кіріп кетеді. Аздан соң қайта шығып, қойлардың арасына тығылып отырады. Бұл жағдайға душар, қалай душар болғанын ойлайды. Әкесінің сөзін тыңдамағанына өкінеді. Енді не істеу керек? Сөздікпен жұмыс жасайық. Инабатты, әдепті, ізетті, ибалы. Оғаштағды, дөрекі, жағымсыз әдет. Анықта. 3-ші тапсырма. Зиянды әдеттің әлегі ертегінің қай түріне жатады? Зиянды әдеттің әлегі қиял ғажайып ертегісіне жатады. 4-ші тапсырма. Әкесі тырнақ кеміруді неліктен ең жаман әдет дейді? Себебі қызының тышқанға айналып кетуінен қорқады. Міне сөйтіп қызын ескертеді, бірақ қызы тыңдамай тышқанға айналып кетеді. Шын мәнінде балалар, тырнақтың астында өте көп зиянды бактериялар болады. Және тырнақты кеміріп жатып, оны жұтып қою қаупі болады. Сондықтан мұндай жаман әдеттен аулақ болуымыз керек. 5-ші тапсырма. Ханшайым неге өкінді? Ханшайым әкесінің сөзін тыңдамаған үшін қатты өкінді. 6-ші тапсырма. Дәптермен жұмыс. Оқы, анықта, дәлелде тапсырмасы бойынша иә, жоқ деп жауап қайтарасыңдар. Жазасыңдар дәптерлеріңе. Патшаның 2 қызы болыпты. Жоқ. Ханшайым айнадан өзінің мысық болып кеткенін көреді. Жоқ. Ханшайым тырнақ кеміруді қоя алмағанына өкінеді. Иә. Қорытындыла. 7-ші тапсырма. Ертегі кейіпкерінің зиянды әдеті туралы не айтар едің? Таза емес қолды ауызға салу арқылы ағзаға түрлі микроб, инфекция енуі де ғажап емес. Бұл әдет тырнақ формасының өзгеруіне де себеп болады. Сондықтан балалар, таза әрі жаман әдеттен аулақ болайық. Бүгінгі сабағымыз